Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен ағылшын тілінің 38-ші бетіндегі unit review'ды талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, лайк басып, комментарийге рахмет деп жазып кет, сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада саған былай айтады. Complete the sentence with the singular or plural forms of the words in the box. Яғни мына сөйлемдерді, мына зат есімдердің көпше немесе жекеше түрімен толықтыр дейді. Біріншісінде Los Angeles and Washington are two big American cities болады, иә. Лос-Анджелес пен Вашингтон Американың ең үлкен екі қалалары. Екке кеттік. There are 67 people in my village. It's very small. Енді менің ауылымда 67 адам бар, және ол өте кішкентай дейді. Екіде people, үшке келдік. Her baby is only 6 months old. Оның сәбиі тек 6 айлық болды дейді. Төртке келдік. The music club is for children from 6 to 10 years old. Яғни музыка үйірмесі тек 6-дан 10 жас аралығы балаларға арналған. Ары қарай 5-ке келдік. There are 2 women and 3 men in the band. Бұл жерде 2 әйел және 3 ер адам бар топта дейді. 6. Spain and Italy are my favorite countries. Испания мен Италия менің сүйікті мемлекеттерім. Екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада саған былай айтады. Match the objects 1 to 6 with the shops A to AG. There is one shop you don't need дейді. Мына жерде сәйкестендіруіміз қажет, және де заттармен дүкендердің атын сәйкестендіруіміз қажет, және де біреуі артық дейді. Онымен бастаймыз. News agent бізде F пен сәйкес келеді. Newspaper, газет бізде news agent пен сәйкес келеді. Газет журнал дүкенімен. Cat, мысық бізде pet shop пен сәйкес келеді. Үй жануарлар дүкенімен. Tennis ball бізде 3 бимен сәйкес келеді, яғни ол спорт шоп пен сәйкес келеді. 4 бізде aspirin, яғни аспирин ол бізде A мен chemist ауруханамен сәйкес келеді. T-shirt, яғни футболка ол бізде әрине G жауабы clothes shop пен сәйкес келеді. 6 food ол бізде әрине тағам ол бізде сәйкес келеді. C мен супермаркет пен сәйкес келеді. Сонда бізде артығы әрине G артық ол бізде computer shop. Арғай кеттік. 3-ке келдік. 3-ші тапсырмада саған былай айтады. Choose the correct words. Дұрыс сөзді таңда дейді. Артиклі тұрғандықтан бірде there is болады. There any болғандықтан aren't болады 2-де. 3-те тұрғандықтан жерде артиклі тұрғандықтан isn't болады. 4-те әрине артиклі тұрғандықтан is болады. 5-те interesting places көпше болғандықтан және де aren't болғандықтан any болады. 6-да good shops мына жақта көпше болғандықтан some болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай енді 4-ші тапсырмаға келдік. 4-ші тапсырмада саған былай айтады. Write the question and short answers for the sentence in exercise 3. Яғни мына 3-ші тапсырмадағы сөйлемдерге сұрақ жаса және де жауап бер дейді. Қараңдар, мысалға бүйттік қой біз. Бірінші тапсырмада 2-ден бастайық, енді 1-ді жазып қойыпты. There aren't any shops near the park. Бұл жерде жақын жерде жоқ бірнеше дүкендер парктың жанында. Дедікен соған сұрақ қойық. Are there any shops near the park? Yes, there are. No, they aren't. Бізде негізі no, they aren't таңдауымыз қажет. Себебі мына жерде біз aren't деп тұрық қой, жоқ деп, 3-ке келдік. There isn't a tourist office in my town. Ешқандай да туристік офис жоқ менің қаламда дейді. Яғни is болғандықтан сұрақ is болу керек. Is there a tourist office near my town? No, there isn't болады. Себебі оның қаласында ешқандай туристік офис жоқ. 4-ке келдік. 4-те әрине is болғандықтан сұрақ is'дан басталады, орын ауысып кетеді. Is there a cinema in your town? Сенің қалашығында кинотеатр бар ма? Yes, there is болады. Себебі мына жерде isn't болып тұрған жоқ. Арғай 5-ке келдік. They aren't болғандықтан some any interesting болды. Енді сұрақ оның are there any interesting places in your town? Мына жерде aren't болып тұр ғой, болымсыз. Сондықтан no, they aren't болады. 6-ға келдік.
there are some good spots near the bus station. Яғни енді мен сұрақ қойған кезде мына екі to be-ның орнына ауысып кетеді зеремен. Are there any good shops near the bus station? Yes, there is. There are болады, себебі мына жерде болымды болып тұр, иә. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді 5-ші тапсырмаға оралайық. 5-ші тапсырмада саған былай айтады. Look at the map, яғни map дегеніміз карта. Картаға назар аудар дейді. Complete the sentence with the preposition in the box, яғни мына prepositionдармен, демеуліктермен мына сөйлемдерді толықтыруын қажет дейді. Қараймыз. Бірде opposite болады. The shops is the opposite the cafe. Яғни shop, дүкен бізде кафеге қарама қарсы дейді. Міне кафеге қарама қарсы бізде шоп тұр, иә. Шопымыз қайда кетті, мен көрмей тұрмын, бірақ. Міне спорт шоп тұр, міне қарама қарсы спорт шоп тұр. Екіде the book shop is next to the sport shop, яғни book shop бізде спорт шоптың жанында келесіде дейді. Екеуі бір-біріне келесіде тұр. Ары қарай the taxi is in the street, яғни такси бізде қаланың көшенің ішінде, иә. Төртке келдік. Төртте бізде near болады. Near. The park is near the shop. Яғни парк, міне, парк бізде шоптың жанында, иә, прям жанында. Бірақ қарама қарсы ондай болып тұрған жоқ. 5-ке келдік. The restaurant is in the park. Яғни ресторан, міне, ресторан бізде парктың ішінде, иә. Міне, жаздық. Енді 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада саған былай айтады. Match the questions with 1 to 5 with the answer A to E. Яғни сәйкестендіруін керек жауап пенен сұрақты. Бастадық. Бірде. Is there a chemist near here? Бұл жерде бар ма? Дәріхана жақын жерде дейді. Бірде жауап D болады. No, there isn't. Өткен сұрақта is, жауап is болады. No, there isn't. Жоқ дедік. Are there any cafes in the town center? Бұл жерде бар ма бірнеше кафелер қаланың ортасында дейді. Жауап C болады. Yes, there are some interesting. Ой, айбетпенде болады. Екіде жауап C болады. Тоқсандар мен мына жерде қателесіп кеткен секілдімін. Мейлі көрейік. Yes, there are 3 болады. Осы болады екен. Yes, there are some interesting shopping centers болады екен. Мына жерге келдік. Осы дұрыс келеді екен. Ары қарай. Үшке келдік. Where is the bus station? Автобус аялдамасы қайда дейді. Жауап B болады. It is in the London road. Яғни ол Лондон жолында дейді. 4-ке келдік. 4-те айтады. How many cinemas are there in the town? Қаланың ішінде қанша кинотеатр бар дейді. There are 3 дедім, иә. Ол жақта 3 кинотеатр дедім. 5-ке келдік. Excuse me. Is the park near here? Кешіріңдер, жақын жерде парк бар ма дейді. Жауап E болады. Yes, it is opposite the bus station. Иә, бар. Ол бізде автобус аялдамасына қарама қарсы. Мына балаларына шопинг центрінің орнына қателесіп кеткен ғой кітапта. Бұл жерде не болу керек еді? Кафес болу керек еді. Жоқ, дұрыс екен. Мен дұрыс аудармаппын балалар. Yes, there are some in the shopping center, яғни in деген prepositionға назар аудармаппын. Яғни ол мынау сауда орталығының ішінде кафелер бар мағынасында жүр екен. Арыға 7-ге келдік. 7-де былай айтады. Listen the dialogue and write true false, яғни тыңдайсың және де true false жасайсың. Міне true false'ың жауабы осы жерде тұр. Жалпы сабақ ұнады деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийге рахмет деп жазып кет. Каналға бірақ міндетті түрде тіркел. Goodbye.